Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Физикадан ұлттық бірыңғай тест сабақтың жалғастырамыз. Есеп шығаруды. Бүгін бізде мына 9-шы сынып 33-ші параграф жарық кванттары туралы Планк гипотезасы фотоэффект құбылысына есеп қарастырайық. Осы 9-шы сыныптың қазір бірінші есебін қарастырайық. Вакуумдегі толқын ұзындығы 0,72 микрометр қызыл жарық фотонының энергиясы неге тең дейді. Бұл есепті шығару үшін ең әуелі оқушылар біз осы есептің сан мәнін жазып алайық. Бізде толқын ұзындығы берілген, лямбда 0,72 микрометр тең 0,72, оның -6 дәрежесі метр. Яғни микрометр деген оның -6 дәрежесі метр деген сөз. Табу керек энергияны. Біз бұл есепті шығару үшін E тең H ню Планк гипотезасынан шығарған фотонның энергиясын анықтайтын формуланы жазамыз. Бұл жерде H деп отқанымыз H тең 6,62 көбейтілген оның -34 дәрежесі джоуль көбейтілген секунд. Бұл бізде Планк тұрақтысы деп аталады. Бірінші формулада ню жарық жиілігі деп аталады. Өлшем бірлігі герц немесе секундтың -1 дәрежесі. Біздің есебімізде ню берілмеген, сондықтан екінші формулаға назар аударайық. Екінші формула ню тең с бөлінген лямбда. Бұл жерде с деп отқанымыз 3 көбейтілген оның 8 дәрежесі метр секунд жарық жылдамдығы деп аталады екен. Екінші формуланы бірінші формулаға қойсақ, E тең Hs бөлінген лямбда деген формуланы аламыз. Енді есептейік. E тең 6,62, оның -34 дәрежесі джоуль көбейтілген секунд, көбейтілген 3 көбейтілген оның 8 дәрежесі метр секунд, бөлеміз лямбдаға, яғни 0,72, оның -6 дәрежесі метр. Осы жерде секунд пен секунд қысқарады, метр мен метр қысқарады, бізде джоуль қалды. Оның -34 дәрежесі мен 8 дәрежесі бізде, оның -26 дәрежесі джоуль орнына келді. 6,62-ні 3-ке көбейтсек 19,86. Осының барлығын жаңағы лямбда санына бөлеміз. Бізде жауап тең 27,6, оның -20 дәрежесі джоуль, немесе 2,76 жүзден көбейтілген оның -19 дәрежесі джоуль болды. Енді кітабымыздан осы есептің жауабын тексеріп көрейік. Бізде кітапта бұл 33-ші есеп. 33-ші есептің біріншісі 2,76, оның -19 дәрежесі джоуль. Демек, біздің шығару жолымыз дұрыс екен. Оқушылар, біздің сабақтарды толық көріңіздер, подписация етіңіздер. Сабағымыз тегін, бұдан ары жалғасы болады. Сау саламатта болыңыздар.